Имам Мәлик Харун Рашидтің заманында Муатта деген кітап жазып шығарады. Харун Рашид сол кітапты көргеннен кейін, естігеннен кейін имам Мәликқа келіп айтады: "Уа имам", дейді, "өте үлкен құнды еңбек жазып шығарыпсыз. Адамдарға сабақ беріп жатыр екенсіз. Мен де өзімнің уәзірлеріммен бірге сізден сабақ алайын деп едім", дейді. "Әрине", дейді, "мен сізге қуана-қуана сабақ берем", дейді. "Жақсы", дейді да екеуі тарқап кетеді. Сөйтіп, Харун Рашид өзінің уәзірлерімен бірге сарайдың ішінде имам Мәликті қашан имам Мәлик бізге келіп сабақ беріп кетеді екен деп күтіп отырады. Бір күн күтеді, 2 күн күтеді. 3-ші күні Харун Рашид өзінің уәзірлеріне айтады: "Имам ұмытып кетті ғой", деймін. "Үйіне барып айтып келіңдерші", дейді. "Бізге сабақ берем деп еді, есіне түсіріп қойыңдар", дейді. Сол кезде кіреді деп бүйтіп айтады: "Уа имам", дейді, "имам Мәликқа, сіз ұмытып кеткен боларсыз. Сіз ана жолы Харун Рашидқа уәде беріп едіңіз ғой, Муаттадан сабақ берем деп, ілім берем деп, дәріс өткізем деп едіңіз ғой", деген кезде, "Иә, есімде", депті. "А онда неге келмей жатсыз", деген ғой. "Неге сарайға келіп бізге сабақ бермей жатсыз", деген ғой. Сол кезде имам Мәлик айтқан ғой, жымиып тұрып күліп жіберген де айтқан ғой: "Ал-илму юъта ва ла яъти". Сіздер білмейсіздер ма? Білім адамдарға өзі іздеп келмейді. Адамдар өздері ілімді іздеп бару керек, дейді. Сол үшін де талабул илм, ілімді талап ету деп айтылады.